нағыз адам. Сусыз далада құдық бар. Оның қасында бір үй бар. Онда атасы және немересі тұрады. Құдық қасында ұзын арқанға байланған қауға бар. Жолаушылар құдық басына тоқтап, салқын суға қанады, тынығады. Суға қанған жолаушылар Атайға алғыс айтады. Bir күні арқан тозып үзілді де қауға құдыққа түсіп кетті. Атайдың арқаны жоқ еді. Енді құдықтан су тартып ішетін ештеңе қалмады. Немересі мен Атай шөлден әбден қалжырады. Үшінші күні таңертең Атайдың үйінің қасына арбалы жолаушы келіп тоқтады. Атай арбада сабан астында жатқан шелекті көрді. Жолаушы әуелі құдыққа, содан соң немерелі Атайға қарады да атын қамшылап жүріп кетті. Бұл қандай адам деп сұрады немересі. Бұл адам емес деп жауап берді атасы. Түске таман тағы бір жолаушы келіп тоқтады. Арбадан шелегін алды, оған арқан байлап су тартты. Жолаушы баласын суға қандырды, қалған суды құмға төкті де шелегі мен арқанын алып жүріп кетті. Бұл қандай адам деп сұрады немересі. Бұл адам емес деп жауап берді атасы. Кешке үшінші жолаушы келіп тоқтады. Ол арбасынан шелекпен арқан алды, арқанды шелекке байлап су тартты. Суға қанып алды да шелегі мен арқанын құдық басында қалдырды. Бұл қандай адам деп сұрады немересі. Бұл нағыз адам деп жауап берді атасы.